Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттілікті нығайту және елді қуатты, әділетті әрі әлеуметтік бағдарланған мемлекет ретінде дамыту жолында маңызды кезең. Жаңартылған негізгі заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына берілетін кепілдіктерді кеңейтіп, олардың іс жүзінде іске асырылуындағы мемлекеттің рөлін күшейтеді және ұлттық құқық жүйені халықаралық стандарттарға жақындатады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қызмет саласы үшін еңбек ету құқығы туралы конституциялық ережені түсіндіру ерекше маңызға ие. Еңбек ету еркіндігінен еңбек ету құқығына басымдықтың ауысуы бұл кепілдіктің әлеуметтік құқықтық сипатын айқындай отырып, жұмыспен қамтуға жағдай жасау, кемсітушілікке жол бермеу және лайықты еңбек жағдайын қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттің жауапкершілігін арттырады. Еңбек ету құқығын конституциялық деңгейінде бекіту адамға бағдарланған саясат бағытының айқын дәлелі. Мемлекет азаматтарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, еңбек нарығын дамыту және еңбек құқықтарын қорғау бойынша нақты міндеттемелерді өз мойнына алады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жаңартылған конституцияға сәйкес азаматтарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге, адами капиталды дамытуға және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған шараларды дәйекті түрде жүзеге асыруды жалғастырады.